саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Дәл осындай видеолар қазір хит болып жатыр. Осы видеоларды қалай жасаймыз, қазір сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін мен жасанды интеллектке негізделген чат-ботты пайдаланатын боламын, Grok деген. Одан кейін дәл сондай жұмыс жасап жатқан суретті, яғни картинканы пайдаланамын. Осы картинканы Grok жасанды интеллектіне негізделген чат-ботқа жүктедім. Және де сұрау салдым, осы картинка сияқты, бірақ компьютерде жасанды интеллектпен жұмыс жасап жатқан адамдар. Дәл сондай сурет жасау үшін маған промпт керек ағылшын тілінде деп жаздым. Одан кейін маған Grok дәл сондай сурет жасау үшін, картинка жасау үшін промпт жазып берді. Ол промптты мен біз картинка жасау үшін бірнеше жасанды интеллектті пайдаланамыз. Оның ішінде яғни Leonardo AI-ға мен бұл картинканы жасауды сұрайтын боламын. Бірнеше секундтан кейін бізге Leonardo AI дәл осындай сурет жасап беретін болады. Нәтижесін бірге көрейік. Тұрғандарыңыздай, алдарыңызда мен сұратқан сурет дайын болды. Неге кішкентай адамдар және де жасанды интеллектпен жұмыс жасап отыр. Енді бұл суретті мен жүктеп аламын міндетті түрде. Одан кейін бізге суреттен видео жасайтын жасанды интеллекттерге өтетін боламыз. Ол үшін мен екі жасанды интеллектті пайдаланатын боламын. Жоғарыда көріп тұрғандарыңыздай Hello AI бірінші жасанды интеллект, видео жасайтын картинкадан осыны пайдаланып көреміз. Суретті жүктейміз және де видео генерация жасаймыз. Мінекей дайын болды біздің видеомыз. Осыны жүктеп аламыз. Мінекей видеомыз дайын. Одан кейін Клинк жасанды интеллектін пайдаланамыз. Қызметі дәл сондай, картинкадан видео жасау. Осы жерге жаңағы жасанды интеллект Leonardo AI-дан жасап алған картинкамызды қоямыз және де картинкадан видео жасауды генерациялауды бастаймыз. Бірнеше минуттан кейін біздің видеомыз дайын болды. Қараңыздар, керемет біздің видеомыз дайын болды. Сіздермен бірге болған лайықты ұстаз жобасы. Бізбен бірге лайықты ұстаз болыңыздар. Бізге тіркеліңіздер, лайк, коммент қалдырыңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.